Қайырлы күн оқушылар. Бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші сыныптың 2-ші бөлімін, яғни 67-ші сабақты бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін біз сабақта жалғы және жалпы есімдер жайлы білетін боламыз. Бірінші тапсырма: мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Тақырып: құмға салған сурет. Жұрттың баласы қаттанып, сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау, пышағын ала жүріп тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала: әкең қастей марқұм момын кісі еді, мынауың біз білмеген өнер екен деді бір күні Әбілханның ағаштан жасалған мүсіндерін көрген Тұрғанбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа, сурет салуға талабың бар екен. Оқуың керек шығар балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Екінші мәтін: суретші ата. Шал көденің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы мынау бір жан сүйінбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған, аман келді атамыз алмас қылыш асылған. Күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшан-ай, көз тартады кең жайлау алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған батыр кенші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрі жасаған. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: мәтін кім туралы айтылған? Екінші сұрақ: мәтіндерді көркем шығарма түріне ажырат. Үшінші сұрақ: мәтіндердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып көр. Төртінші: суретші ата өлеңіндегі зат есімдерді теріп жаз және қайсысы жалқы есім, қайсысы жалпы есім екендігін айт. Бірінші сұрақтың жауабы: екі мәтінде де суретші Әбілхан Қастеев және оның туындылары жайлы айтылған. Келесі: бірінші мәтін әңгіме, себебі ол қара сөз түрінде жазылған. Ал екінші мәтін өлең. Ондай шығармалар поэзиялық шығармалар деп аталады. Келесі мәтіндегі зат есімдер түрлеріне қарай ажыратайық. Шалкөде, Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан — бұлар жалғыз есімдер. Келесі: ел, гүл, сый, ақын, сурет, көз, от, қылыш, диқан, самай, адам, ата деген сияқты сөздер — бұлар жалпы есімдер. Келесі тапсырма: мәтінді көшіріп жаз. Зат есімдерді тап, олардың үстіне белгі қой. Мүсін сөзінің айтылуымен жазылуын салыстыр дейді. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Енді балалар, жалпы есім мен жалғыз есімді ажыратып алайық. Жалпы есім өзінің атауы айтып тұрғандай біркелкі заттардың жалпы атауы. Мысалы, тау, кітап, көше, кәсіпорын, шығарма, жолдас, өсімдік, өзен деген сияқты сөздерді жалпы есім деп атаймыз. Ал дәл жалқы есім деген бұл біркелкі заттардың өз ішіндегі жеке атауы. Мысалы, Тарбағатай, Аққан жұлдыз, Әуезов көшесі, Ертіс өзені, Атамұра баспасы деген сияқты сөздерді жатқызуға болады. Келесі тапсырма: қорытындылау мақсатында, яғни жалпы есім мен жалпы есімге тағы да мысал келтіреміз. Жалпы есім әнші, күйші, мүсінші. Яғни бұл жерде жалпы әншілердің барлығын біз әнші деп атаймыз. Яғни ол жалпы атауы. Күйші, мүсінші десек те бұл жалпы атаулары. Ал енді әр әншінің, күйшінің, мүсіншінің жеке атауларын атайтын болсақ, мысалы, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек деп барлығын атайтын болсақ, оның барлығы жалқы есім болады. Келесі тапсырма: зат есімдерді жалқы, жалпы, жеке, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беріп тұрғанын айт. Мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш,
портрет, Әбілхан Қастеев сияқты сөздерді зат есімнің түрлеріне бөлеміз. Мұражай бұл не деген сұраққа жауап береді және жалпы есім жекеше түрде. Мүсінші кім деген сұраққа жауап береді, бұл да жалпы есім жекеше түрде. Кілемдер не деген сұрақтарға жауап береді, жалпы есім көпше түрде. Ал портрет сөзін не деген сұраққа жауап береді, бұл да жалпы есім және жекеше түрде. Әбілхан Қастеев кім деген сұраққа жауап береді, бұл жалғыз есім жекеше түрде. Оқушылар, әр сабақ осылай шығып тұру үшін лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.